Сәлеметсіздер ме, балалар? Информатика сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз артқы фон мен ойын кейіпкерлері тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Оқу мақсаты Pygame кітапханасын қосу және ойын терезесін жасау үшін Pygame кітапханасының дайын модульдерін пайдалану. Бүгінгі сабақта қол жеткізетін мақсаттар. Бірінші, ойынға арналған дайын кейіпкерлерді жүктеу. Екінші, Pygame'де өз кейіпкеріңді жасау. Сабақ барысында қолданылатын түйін сөздер. Бірінші, артқы фон. Задний фон. The background. Ойын кейіпкері. Персонаж игры. Game character. Және де сурет салу. Рисовать. Draw. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Ал енді балалар, алдыңғы сабақтарда алған білімдеріңізді келесі сұрақтарға жауап беру арқылы тексерейік. Pygame Display Set Mode функциясы қандай қызмет атқарады? Дұрыс. Pygame кітапханасының ойын терезесін ашу үшін Set Mode әдісіні қолданылады. Жақшаның ішінде ойын терезесінің ені мен ұзындығы жазылады. Келесі сұрақ. Не үшін Screen Fill әдісі қолданылады? Screen Fill әдісі ойын терезесін фонын бір түске бояу үшін қолданылады. Келесі. Ойын кейіпкерін қалай жүктеуге болады? Және ойынға кейіпкердің суретін салу мүмкін бе? Соңғы екі сұраққа жауап берсеңіздер жарайсыздар. Ал жауаптарыңызды толықтыру үшін сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, спрайт түсінігі сіздерге таныс па? Спрайт экранда жылжытуға болатын, басқа графикалық нысандармен өзара әрекеттесетін графикалық нысан. Басқаша айтқанда, спрайтты ойынның кейіпкері деп айтуға болады. Сіздер кейіпкер түсінігімен таныссыздар. Яғни, спрайт және кейіпкер екеуі бір мағынаны білдіреді. Ойынға кейіпкерлерді жүктеу. Кез келген ойын үшін кейіпкерлер қажет. Олар сурет ретінде алынған объект немесе дайын бейне түрінде болуы мүмкін. Терезенің бетіне дайын кейіпкерді қалай жүктеуге болатындығын қарастырайық. Экранда сіздер келесі программалық кодты көріп тұрсыздар. Бұл код арқылы біз ойын терезесіне дайын сурет арқылы кейіпкерді орнатамыз. Алдыңғы сабақта сіздерге ойын терезесінің фоны ретінде көбелектің суретін орнатуға тапсырма берілді. Енді біз ойын терезесіне кейіпкер ретінде кез келген суретті жүктеуге үйренеміз. Ол үшін келесі программалық кодқа назар аударыңыздар. Import Pygame. Біз Pygame кітапханасын қосып жатырмыз. Pygame init. Pygame кітапханасын инициализациядық. Screen тең болады Pygame Display Set Mode 640-480.
Яғни біз ойын терезесін құрып, оның өлшемін 640 пен 480 деп орнаттық. Келесі, screen fill 255 деп 255. Бұл код арқылы біз экранды ақ түске бояймыз. Енді ойын терезесіне өз кейіпкерімізді жүктеу үшін жаңа айнымалы енгіземіз. Авто тең болады Pygame image load. Жақшаның ішінде тырнақшаға алып, авто тең болады png деп жаздық. Яғни біз кейіпкерді жүктеп жатырмыз. Авто тең болады png ол сіздердің бейнелеріңіздің атауы. Бұл бейнені алдын ала ғаламтордан жүктеп, Python бағдарламау тілінің бағдарламалары сақталатын бумаға орнатасыздар. Screen bleed авто 50-50. Бұл код арқылы 50-50 нүктесінен бастап суретті көрсетеді. Яғни біздің кейіпкеріміздің орналасу координатасы. Және де ары қарай сіздерге циклдың қосылғанын білдіретін код жазылды. Кез келген ойынды іске қосу үшін бізге циклды орнату қажет. Осы кодты Python бағдарламау тілінде тексеріп көріңіздер. Pygame draw модулі. Pygameде өз кейіпкеріңді жасау үшін Pygame draw модуліндегі түрлі функциялар қолданылады. Бұл функциялардың көмегімен экран бетіне кейіпкерлер салынады. Сіздерге экранда Pygame draw модульдерінің әдістері берілген. Яғни, Pygame draw rect арқылы сіздер тіктөртбұрыштың суретін сала аласыздар. Ал Pygame draw polygon арқылы көп бұрышты сала аласыздар. Яғни, егер сіздер өз ойын терезелеріңізге қандай да бір фигураларды салғыңыз келсе, осы Pygame draw көмегімен сала аласыздар. Ойын терезесінде сурет салу. Программаны талдайық. Сіздер Pygame модулінің көбісін білесіздер. Ойын терезесінде сурет салуға қатысты модельдерді қарастырайық. Screen fill 000 экранды тазалау және экранның қара фонын орнату үшін қолданылады. Енді суретте бізде екі тіктөртбұрыштың бейнесі көрсетілген. Бұл екі суретті қалай салдық? Оны Pygame draw rect screen бірінші жақшаның ішінде 255-255. Яғни бұл ақ тіктөртбұрыштың коды. Screen, яғни осы фонның ішінде 255. Ол бізде ақ түске бояйды. Келесі, екінші жақшаның ішінде 20, 20, 175. 20-20 ол бізде тіктөртбұрыштың сол жақтағы жоғарғы бұрышының координатасы. Ал 175 ол бізде тіктөртбұрышымыздың ені мен ұзындығы. Келесі тіктөртбұрыштың коды Pygame draw rect screen жақшаның ішінде 64-128-255. Бұл код мәндер арқылы біз тіктөртбұрыштың контурын келесі түске боядық. Екінші жақшаның ішінде 150, 20, 175 мәндері берілген. 150-20 ол бізде тіктөртбұрыштың сол жақ жоғарғы бұрышының координатасы. Ал 175 ол бізде ені мен ұзындығы. Және де ең соңында сіздерге 8 мәні берілген.
Егер ең соңғы сан 8 соңғы аргумент ретінде көрсетілсе, онда тік төртбұрыш толтырылмаған болып табылады. Осы программалық кодты өздеріңіз Python бағдарламау тілінде теріп, іске қосыңыздар. Нәтижесі суретте кедей болу керек. Жарыс жобасын жасап, терезеге бірден 3 автокөлікті орналастыр. Ол үшін сіздер көрсетілген программалық кодты қолдануларыңызға болады. Үй жұмысы. Draw моделінің функцияларын және RGB түстер моделін пайдаланып, бағдаршамның суретін салыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға